Мен Қалиева Карима Құттыбайқызы, номері 16-шы бөбек жайының тәрбиешісімін. Балабақшада өтетін бір күндік күн тәртібімізбен таныс болыңыздар. Күніміз бөлмені ылғалдандырудан басталады. Ылғалды бөлме бала денсаулығы үшін өте маңызды. Ата-ана, бала және педагог арасындағы сабақтастық үнемі қарқынды жүруі керек. Бүгінгі ата-анаға арналған кеңес: бала денсаулығына қалай қарайсыз? Баланың денсаулығы ата-ана үшін де, тәрбиеші үшін де өте маңызды. Таңғы жаттығуда балалардың бойын бір сергітіп аламыз. Жаттығудан кейін гигиеналық шаралар қабылдап, таңғы асқа дайындаламыз. Балалар, бүгін бізде таңғы аста жұмыртқа және де сәбіз салаты, нан мен май бар, және де сусынымыздан какао бар. Бәрімізге ас болсын. Таңғы ас баланың бойына көптеген күш-қуат береді. Ұйымдастырылған іс-әрекет бала үшін өте маңызды. Балалардың жан-жақты дамуы үшін жақсы ұйымдастырылған әрекет керек. Балалар, бүгін біздің ашық оқу сәлемдеріміздің тақырыбы ұлттық ойындар, ұлттық киімдер және ұлттық әшекейлер болып табылады. Сырға, бұл сырға қыз бала ма, ұл бала ма? Қыздарға керек болса, мына қораптың ішіне саламыз. Әр балаға жеке тұлға ретінде қабылдау керекпіз. Бала бойындағы қабілеттерді ойындар арқылы аша түсеміз. Ал бүгінгі ұйымдастырылған ойын баланың танымдық, зияткерлік қабілетін қалыптастырады. Және де ұлттық құндылықтарымызды бойына сіңіре алады. Таңғы серуен баланың дұрыс тыныс алуына мол мүмкіндік береді. Таза ауа жайлылық, сергектік сыйлайды. Түскі аста бала мол қуат ала алады. Түскі ұйқы баланың бойының өсуіне көмектеседі. Ұйқыдан кейінгі шынықтыру шаралары баланың ұйқысын ашып, қан тамырларының дұрыс жұмыс жасауына көмек береді. Бүгінгі ұйқаша жаттығуымыз топтармен өтті. Бесін асқа қытырлақ нан мен жылы сүт. Өзіндік іс-әрекет бүгінгі тас технологиясымен өтті. Тас технологиясы біздің жылдық жоспармен сәйкес келеді. Бұл жұмысты балалар аса қызығушылықпен және ұқыптылықпен орындайды.